Сәлем достар, біз бүгін do және make етістіктерінің айырмашылықтарын үйренетін боламыз. Өте оңай, жай ғана жаттап алсаңыздар болды. Do ол жасау, істеу, атқару, яғни бар нәрсені жасау. Мысалы үшін homework, үй жұмысын жасау. Яғни homework ол бізде бар нәрсе, үй жұмысы дайын, ал біз соны жасап апарамыз. Қазір сіздердің алдарыңызға бір мысалдар келтіремін. Мысалы үшін мына жерде do housework, уборка жасау. Do the ironing, үтіктеу, киім үтіктеу. Do the washing up, dishes, кір жуу, ыдыс жуу. Do the shopping, дүкенге барып, дүкен аралау. Do the cleaning, тазалау. Do sports, жаттығу жасау, спортпен айналысу. Осылай кете береді. Ал make болса, ол ойлап табу, жасап шығару, жоқтан бар ету. Make a cake. Cake, яғни торт жоқ еді, ал оны біз жасап шығардық. Мысалы үшін homework'ты мысалға үй жұмысы, үй тапсырма беріледі да, ол бар нәрсе. Ал оны адамдар жасайды. Ал кейк болса, ол жоқ еді. Оған біз ұн қостық, сүт қостық, бір нәрселерін араластырып жүріп жасадық. Мысалдарын қарасаңыздар, make the bed, төсек салу. Төсек жинаулы тұрған еді. Біз оны алдық, аштық, салдық. Make a breakfast, таңғы ас жасадық. Таңғы ас бізде жоқ еді, біз таңғы асқа шай, кофе, жұмыртқа деген сияқты дайындадық. Міне осы нәрсені, жоқ нәрсені бар қылдық. Осылай кете береді екен. Жалпы осы ғана айырмашылығы. Қай жерде болсын кездесіп қалса, do ол жай ғана іс-әрекет, күнде қайталанатын іс-әрекет, әртүрлі іс-әрекет. Ал make болса, ол жасап шығару, бір нәрсені ойлап табу. Осы ғана. Жақсы, менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Алдағы уақытта міндетті түрде пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Ағылшын тілі грамматикалармен. Келесі кездескенше.